Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Сейітқұл заманынан озып туған адам. Бүгін біздің сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Бірінші сіздерге жалпы Ыбырай Алтынсарин кім, ол қай жерде дүниеге келген, оның қандай шығармалары бар, сол туралы сілтеме берілген. Әуелі сол сілтемемен танысып, видеоматериалмен танысып аламыз. Бірінші тапсырма: Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінің мазмұнын толық оқимыз және сюжеттік дамуын реттілікпен орналастырамыз. Бұл жерде сіздер 6 ұпай аласыздар. Екінші тапсырма: мәтіннен үзінді берілген, үзінді кімге тиесілі екенін анықтайсыздар және қазіргі өмірмен салыстырасыздар. Бұл жерде екі кейіпкерді табасыздар 2 ұпай, және қазіргі өмірде осы екі кейіпкер сияқты адамдар бар ма? Соны қазіргі өмірмен салыстырасыздар 1 ұпай. Үшінші тапсырма: шығармаға сатылай кешенді талдау жасайсыздар. Авторы, шығарманың жанр түрі, тақырыбы, идеясы және тәрбиелік мәні. Орындап болған тапсырмаларыңызды Окейдус платформасына жүктеңіздер. Оқушылар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.